Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін мен сендерге отбасы хрестоматиясы әлдиден эпосқа дейінгі кітабынан алынған кірпі мен қарғаның хикаясы туралы қиссаны оқып беретін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоларды соңына дейін және де ертегілер мен қиссаларды соңына дейін тыңдап қойыңдар. Сүлеймен патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық айтады. Сен қарға бар, бір түнде жер дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын түрі әппақ құс тап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы терезеге отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын. Сен кірпі, жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне бетіме таяу қой. Құс сайрағанда оянып, басымды бұрғанымда, бетім бұл нәрсеге тисін, дейді. Қарға дамыл таппай жер көкті шарлайды. Құс біткеннің даусын естіп, құлаққа жағымды бірін таппайды. Тіптен бұлбұл мен сандуғаштың тамылжыған дауысы да құлағына түрпідей тиеді. Аққудың өзі әппақ болып көрінбеді. Таңға дейін еш нәрсе таппай дымы құрыған қарға, таң атқан соң өлемін, патша әмірін орындай алмадым. Барып балапандарыммен қоштасып кетейін, деп ойлайды. Ұясына келгенде, аш балапандары алдынан шығып, шиқылдап, қарқылдай бастайды. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. Қараса, өзінің балаларынан аппақ құс жоқ екен. Қарға сорлы қуанып кетті. Іздегенім үйімде екен деп, балапандарын Сүлейменнің сарайына әкеліп, терезеге отырғызады. Кірпі де күні бойы дамыл таппай жердің жүзін кезді. Жұмсақ нәрсе іздеді. Іздесе де таба алмады. Бұл да шалдығып, шаршап ініне қайтып келді. Анасын көріп, мұның да балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де балаларын құшақтағанда, денесі сондай жұмсақ сезіледі. Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе жоқ екен, деп кірпі балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. Таң атты. Қарғаның балалары Сүлейменнің сарайында қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сүлеймен бұл не деп терезеге қарай бергенде, бетіне тікенектер қадалды. Қараса, терезеде қарғаның қап-қара балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалары жатыр. Сүлеймен қарға мен кірпіні шақырып алып, мен сендерге ең нәзік үнді аппақ құс пен жұмсақ аңды тауып әкеліңдер, деп едім. Сендер не әкелгенсіңдер? Деп қаһарланады. Бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат қақсыр деп Сүлейменге көрген білгенінің бәрін баян етті. Сол кезде Сүлеймен пайғамбардың кеңесшісі Мәзире құмырсқа, «Ау патшам, әркімдікі өзіне балдан тәтті,
оттан ыстық, күннен жарық һәм мамықтан жұмсақ деген. Қарғаның көзіне балапандары әппақ, нәзік үнді көрінген, кірпіге балалары жұмсақ болып білінген. Бауыр еті баладан асқан тәтті зат жоқ. Қарға мен кірпіге сауға бер деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. Содан бері елдің ішінде қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз қалған екен. Ал енді балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.